KZ тобы тарағанымен әншілері ізденістерін тоқтатқан жоқ, жеке еңбектеніп жатыр. Бейбіт Көшқалиев бір ғана әнімен сансыз көрерменнің жүрегін жаулап алды. Ал Рүстемнің бағыты романтиктерге арналған. Лирикалық әндер жазуды әлі жалғастырып жүр. Елді елең еткізетін туынды жазу керек деген ой келген жоқ па деген сұрағымызға былай деп жауап берді. Бейбіттің әр жетістігіне қуанамын. Ол биімен де, әнімен де қызық туынды дайындай алады. Екеуміздің табиғатымыз екі бөлек. Мен сол баяу әндерімен, тыңдармандарыммен сырласамын. Енді әріптестерім фанк, джаз-рок стилінде ән жазып берсе, қуана орындаймын. Рүстем өнердегі жетістіктерін емес, өмірде толық бақытты сезінген үшін шүкірлік етеді. Жігітке жарасатын жеке кәсібім, соңымнан ерген тентек ұлым бар деп қуанады. Бірер күнде шетелге жол жүрем деп қалған әнші елден жырақ жерде клип түсіретінін айтып қалды. Жаңа әннен үзінді орындап беруін сұраған едік. Нет, кусочек даже не буду петь, не хочу. Өмірлік тәжірибеме сүйеніп айтайын. Бітпеген істі жария еткім келмейді. Үзіндісінде орындамай-ақ қояйын. Асығыстық жасап, елдің күлкісіне қалғым келмейді. Сабақты ине сәтімен орайы келгенде орындап беремін. Гаккуде тұсауын кесуге уәде етемін. Рүстем Нұржігітте 12 қыркүйекте өтетін Гакку дауысы фестивалінің қонағы. Отандық музыка мейрамын тойлауға сіздер де келіңіздер.